884 есеп. 884 есепте не дейді? 884 есепте амалдарды орындаңдар дейді. Бірінші 2,34 бөлу 21-ге. Так. Азайтамыз. 4-те 23-тен. Азайтып көрсете берейін. 2,34-ті. 13-тен 4-ті аламыз. Так, 9, 13-тен 4-ті алсақ. 9 болады. 11-ден 3-ті алсақ. 8 болады. 3-тен 2-ні алсақ 1. 1,80. 1,89-ды бөлеміз 21-ге. 1,89-ды бөлейік 21-ге. Так, 0-ден береміз. Немесе мына үтірді мына 21 қоя, мына үтірді мына жерден қайырсақ та болады. Бірақ негізі бәрі 0-ден беруіміз керек, үтір қайырын. Сол үшін 0-ден бере салайық. 1/8-ден 8-дің кезегі. Ол да жетпейді, 8 де жетпейді. Енді және 0-ден берсек болады. Мына 9 түседі кезегі. Енді 189 болды. 9-дан береміз. 189 болады. Үтір қайырамыз. 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан. Негізі осылай бөлген сіздерге дұрыс болады. Қателеспестер, осылай бөлсеңіздер. Көріп алған жастар, әрмен қарайын екіншісін шығарам. Қосамын. 5-ке бөлемін 13-ке. Так, бұны да қосайық. 5-ке 3-ті қоссам 8, 3, 7-ге 9 қосатын болса 16. 16 бүтін 38, оны бөлемін 13-ке. 13-ке бөлейік, 1-ден берем, 13, мына 3 түседі, 3 түседі. 2-ден берем, 26 болады, 13-тен алтын аламын 7, мына 0 болады, енді кезек кімдікі? 8-дікі. 6-дан берем, 78 болады. Үтірін қалай айырам? Мынау үтірден кейін 2 сан, 1 сан, 2 сан, арқасынан санайын 1 сан, 2 сан, алына үтір түсірем 2 саннан кейін. 1/126 болады. Үшіншісі 50 азайту 8,6 бөлемін 92-ге. 50-ден 8,6-ны азайтам. Азайтқанына 50 деген бүтін қоя, мына бүтін бөліктен бүтін бөліктің астына жазам, үтірдің астына үтір жазам. Мына 0-мен толықтырып алам азайтатын уақытта. 4 болады, мына 9-дан 8 алсам 1 болады. Мына жеріміз 4 болады. 41,4 болады. Үтірдің астына 4 түседі. Осыны бөлемін 92-ге. Міне, осыны 92-ге бөлейін. Так, 41,92 жетпейді. 0-ден берем. 0 болады. 41 түседі. Мына 4-тің кезегі. Так, енді нештен берсек болады? Так, 4, 9, 8, 4. Нештен береміз? 7-тен берсек. Жетпейді. 4-тен берсек. 5-тен берсек. Асып 4-тен береміз. 8, мынамыз 36 болады. 14-тен 8 аламыз. 14-тен 8 алсақ 4, 5, 6 болады. 6, мынамыз 10 қарыз аламыз. 46 болады. Так, мына жерде қалмайды. Енді 0 қарыз алам, И 5-тен берем. 0, 45, 46. Кетті. Енді қараңыздар. Мына жерде үтірден кейін 1 сан. Тағы мынаны мен неге алдым? Толықтырып алдым. Есебі қарыз қалдым. Сол себептен 1 сан, 0-мен толықтырғандықтан 2 сан. Үтір қайырам 1 сан, 2 сан. 0,145 болады. Міне осылай бөліп кете бересіздер. Әрмен қарай. 4-шісі. Так, қосамыз. 28,88-ге қосамын 35,8. Мына 8, 16 бір ойда. 8-ге 5-ті қоссақ. Так, 13 болады. Ойдағымен 14, бір ойда 5, 6 болады. 64,68-ді бөлеміз 28-ге. Дәл осы жерден бөліп кете берейік. Так, өзі жетеді.
3-тен бере алмаймын, 2-ден берем. 16, 5 болады. 14-тен 6-ны алам. 8 болады. 6 түседі. Әрмен қарай. 86, ем. Так. 3-тен берем. 3-те 8-ің 24, 2 ойда 6, 7, 8. 6-тан 4 алам 2, енді кесек 8-кі түседі. Так, 1-ден берем, 28 болады. Енді үтір қайрам 1 сан, 2 сан. Арқасынан 1 сан, 2 сан алдына үтір қайрам 2 бүтін 131 болады. Енді 5-ші есебі 65 бүтін 97 азайту 0 бүтін 145 бөлемін 52-ге. Так, 65 бүтін 97-ден аламын 0,45-ті. 7-тен 5 алам 2, 5, 5, 6. 65 бүтін 152-ні бөлемін 52-ге. Дайын тұр. Сразу бөліп кетіп жатырмын. Түсініп отырған шығарсыздар, иә? Так, 1-ден берем 52 болады. 5-тен 2-ні алам 3 болады. 6-тан 5 алам 1 болады. Енді кесегі 5 түседі. Так, нештен берем? 2-ден берем 4, 10 болады. 5-тен 4 алам 1, 3 болады. Енді кесегі 2-ніңкі. Так, 6-тан берем 312 болады. Міне, кетті. 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 1 бүтін 126 деген. 1 бүтін 126 шығады. Міне. Әрмен қарай. 6-шысы. 85-ке қосамын 3 бүтін 125-ті. Бөлемін 34-ке. Так, 1 бүтін 185, 3 бүтін 125-ке қосам. 0, 11 бір ойда 5 болады. Осыны бөлемін 34-ке. Бірақ мұна 0 есеп қалмайды. 5 бұнан 1-ді 34-ке бөлемін. Так, жетпейді 0-ден берем. 5 түседі, 1 түседі. Так, әрмен қарайда жетеді, бірақ нештен берем. 2-ден берсем асып кетеді, 1-ден берем. 34. 11-ден 4 алам 7. Мына жерде 1 қалады. Жетпейді 0-ден берем. Так, и 5-ден берем. 170 болады. Енді үтір қайрам. Мұна үтірден кейін 1 сан, және мұна жерден 1 0-ді мен қарсы алымды толықтырып алым. Сол себептен 2 сан арқасынан жылшыдан 1 сан, 2 сан 0 бүтін 115 болады. Мұнаны қосқанда 5 бүтін 1, оны бөлгенде 34-ке 0 бүтін 115 болды. Так, 7-шісі. 4 бүтін 104 қосу 5 бүтін 116 бөлемін 46-ға. Так. 4 бүтін 104-ті қосам 5 бүтін 116-ға 0, 2, 9, 9 бүтін 12. Оны бөлемін 46-ға. Так, 0 есеп қалмайды өтірден кейін. Бөлетін болсам 0-ден берем 9, мына жерде 2 түседі. Енді 2-ден берем 92 болады. Өтір қайрам 1 саннан кейін, 1 саннан кейін өтір қайрам 0 бүтін 12 болды. Ары қарай 8-ші есеп. 0 бүтін 8 қосу 0 бүтін 155 бөлемін 15-ке. Так, бұны да дәл солай орындай салайық. Мына 8-ге 0 бүтін 155-ті қосам. 5, 8-ге 5-ті қосам. Так, 8-ге 5-ті қоссақ 13 болады. 1 бүтін 135-ті 15-ке бөлеміз. Осы тұрған жерден бөле салайын. 0-ден беремін. 1 түседі, 3 түседі. Тағы жетпейді бұл. 0-ден берем. 13, енді кезек 5-тікі түседі. Дұрыс па? Нештен берем? Так. 7-тен берем. 5 түсіп 3 ойда. Так, 10 болып қалады, я. 5-тен берсем. Так, 9-дан береміз. 9-дан береміз, 10. 7-тен емес, 9-дан береміз. 9 жердегі 5-ін 45 4 ойда. 9-ға 4-ті қосатын болсақ, 13 болады. Енді өтірді қалай қайрам? 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, міне, 0 бүтін 109 болды. Бұл есебім шықты. Енді 885-ші есепті шығарайық. Сандар тізбегінің дейді, міне. Сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, келесі 2 мүшесін жазыңдар деді. Мынадан кейін 2 мүше жазуымыз керек. Так, біріншісі 5 бүтін 76, 2 бүтін 88, 1 бүтін 144, 0 бүтін 72. Міне, мына жерге келесі 2 сан жазуымыз керек. Мынау сан. Так, бұл санымыз 2-ге қысқарып жатыр ғой. 2 есе қысқарып жатыр мынау.
2-ге бөлініп жатыр. Себебі қараңыздар, 5,76-ны бөлемін 2-ге. Мына шығу керек. 2-ден берем 4, 1, 7 түседі. 8-ден берем 16, 1, 6 түседі. 8-ден беремін 16. Так, бір сан, екі сан қайырымын. 2,88 шықты. Көрдіңіздер ме? Мынау шықты, иә? Онда мынаны 2-ге бөлсем, мынау шығады, мынаны 2-ге бөлсем, мынау шығады. Сонда 0,72-ні 2-ге бөлем ғой. Әрқайсысын 2-ге бөліп өткен. 0-ден берем 0, 7 түседі. 3-ден берем 6, 6-дан берем 12. Бір сан, екі сан, бір сан, екі сан. 0,36 екен мынау шыққан санымыз. Бірінші санды жаздық, енді екінші сан жазақ. Енді осыны бөлемін 2-ге. 0, 3 түседі. 1, 8 болады. 16. Так, 0,118 болды. Міне, екінші санымызда жазық болды, шықты бұл есебіміз. Әрмен қарай екіншісін шығарамыз. 0,118 болыпты, 0,16, 0,32, 0,64. Мына жерде екі сандарды табуымыз керек. Бүйтіп қарайтын болсаңыздар, 2 есе көбейіп жатыр бұл. 0,8 2-ге көбейсе 0,16, иә? 12-ге көбейтсек 0,32, 12-ге көбейтсек 0,64. Яғни 0,64-ті 2-ге көбейтеміз. Әрқайсысын 2-ге көбейтіп жатырмыз. 12, 2, 1,28. Мынада 1,28. Енді 1,28-ді және 2-ге көбейтем. 16, 4, 5, 2, 2,56. Міне 2 мүшені жаздым. Болды, есебім шықты. Әрмен қарай үшінші есебіміз 8, 75, 1, 75 дейді. 0, 35, 0,7 дейді. Бұл санымыз несе? Бүйтіп қарайтын болсаңыздар, бұл санымызды кеміп жатыр, иә? Яғни кеміп жатса, бұны 3-ге бөлген. 3-ге емес, нешке бөлген екен? Так, 35, 8, 1, 8, 75. Біраз тексеріп көре салайық. Нешке бөлгенімді? 1,75-ті. Так, 8,75-ті 8-ге бөлген олайым. 7 түседі. Жетіге бөлген 1, 7, 1, 7. Беске бөлген ғой. 8,175-ті 5-ке бөлген 1, 5. Так, 8,775-ті 5-ке бөліпті. 5-ке бөлегі 1-ден береміз 5, 3 түседі, 7 түседі, 7-ден берген 35 болады, 2 түседі, 5 болады, 5-ден берген 25 болады, е? 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, міне шықты. Яғни бәрін 5-ке бөліп шыққан, сонда біз 0,7-ні бөлеміз 5-ке. Енді бұл жерде бөлу кезінде, мына 0 ма, 0-ден берем, 0 болады. Кезек мына 0-ден берем, 0 болады. Енді 7 түседі кезек. Нештен 1-ден берем, 5 болады. 7-ден 5 алам 2, 0, нештен берем, 4-ден берем, 20 болады. Так, енді мына 2 сан және мына жерден 1 0-ді мен тоқтырып алдым. Қарызға сұрап алдым. Сонда 3 сан, 1 сан, 2 сан, 3 сан. 0,14 болады. Енді осыны 5-ке бөлем. Так, 0, 0, 0, 1 түседі. 0, енді кезек 4-ті. Так, нештен берем? 2-ден берем. 10, 4, 0 мен тоқтырам. 8-ден берем. 40 болды. Көріп тұрған шығар, иә? Сонда мына 0-ді мен тоқтырып алдым, емес қарызға сұрап алдым. 1 сан, 2 сан, 3, 4 сан. 1, 2, 3, 4 сан. Міне шықты. 0,028 деген шықты. Ең соңғысы 4-шісін түсіндірейін. Сонымен келесі сабақ жалғастырайын сіздерге. 7, 8,1, 24,3 дейді. Так, бұны қалай табамыз? 0,9, 2,7. 3-ке көбейіп жатыр. 3-ке көбейтетін болсақ, 2,7 міне шықты. Сонда ең соңғысын нешті? 24,3-ті 3-ке көбейтем. 9, 6, 7, 72,9 екен. Мына жердегі сан 72,9. Енді бұны 3-ке көбейтем. Так, 3-ке көбейтем. 27, 2 қойды 6, 7, 8, 21.
21,87 екен. Міне екі санды таптық. Мына бірінші сан, мына екінші санды таптық. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар.